Сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып білім алушылары. Қазір бізде қазақ тілі сабағы, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы етістік туралы білетінімді еске түсіремін. 4-ші, 6-ші жаттығулар. Оқулығымыздың 43-ші беті. Бүгінгі сабақ мақсаты сөйлемнен етістікті тауып жазып, жіберілген пунктуациялық, орфографиялық, грамматикалық және стилистикалық қателерді табуды үйренесің. Олай болса, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. 8-ші ақпан сынып жұмысы. Балар, төменде берілген сөздердің дұрыс нұсқасын ғана дәптерлеріңізге үтір арқылы көшіріп жаза қойыңыздар. Енді етістік туралы білетінімізді еске түсірейік. Олардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктің сұрақтары не істеді, қайтты, не қылды. Мысалы, өсті, ойнады, сайрады. Етістікті біз құрамына қарай екіге бөлеміз: дара және күрделі етістіктер. Дара етістіктер ол бір ғана сөзден тұрса, күрделі етістіктер кемінде 2 сөзден тұрады. Мысалға, ойнап отыр. Келесі етістікті тұлғасына қарай екіге бөлеміз: негізгі және туынды етістіктер. Негізгі етістіктер дегеніміз сөзге негіз болып отырған алғашқы мағына, яғни аз, ал, айт деген сөздер. Ал туынды етістіктер сол негізгі етістіктерге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Мысалы, ойла. 4-ші жаттығу сөз жұмбақты шеш. Бейбітшілік құсы қалай аталады? Түнде ұшатын құс. 4 түліктің шөлге ең шыдамдысы. Үрлеп аспанға ұшыратын зат. Тышқанның үй мекені. Балар, сөздерді тауып, дәптерімізге үтір арқылы жазып алайық. Сөз жұмбақтың шешуіндегі сөз бойынша тыңдайтын мәтіннің не туралы екенін болжа. Ал енді мәтінді тыңдайық. Нарынның Құмды ауылынан шыққан домбырашы қыз туралы аңыз әңгіме елден елге тарап кетті. Несін айтасың? 10 саусағынан күй төгілген майталман жорға дейді. Құрманғаздан артық болмаса ешқандай кемдігі жоқ шебер дейді. Ойбай-ау, ешкімнен де домбыра үйренбеген дейді. Дина Құрманғаздан үйреніп қалған ақсақ киік, алатау, балбырауын, қайран шешем күйлерін күн сайын әлденеше қайталап тартып отырушы еді. Домбырашы болу оңай нәрсе емес. Ең алдымен үнді, дыбысты сүйе білу керек, және оған өзіңше мән бере біл. Екіншіден, ерінбеген етікші болады деген мақалды біздің ел бекер айтпаған. Ерінбеу, ұялмау, қысылмау керек. Өнер иесі өзін көп алдында еркін ұстау керек. Құрманғазы айтқан осындай ақыл кеңестер де домбыра шегінің сүйкімді дыбыстарымен бірге Динаның құлағына кетпестей ұялаған болатын. Қазақ балалар әдебиетінің хрестоматиясынан. Балалар, енді сұрақтарға ауызша жауап берейікші. Мәтінде кім туралы айтылған? Дина туралы не білеміз? Мәтіндегі мақалды көркем жазып, етістіктің астын сыз. Балалар, мәтінді өзіміз оқып шығайық. 43-44 бетте және мақалды табамыз. Сол мақалды дәптерімізге жазып, етістіктің астын сызып қойыңыздар. Ай мектеп. Дана. Саған не болған? Неге көңілсізсің? Күз келді. Енді күн суытады, жаңбыр жауады. Мен енді жаздағыдай далада ойнай алмайтын болдым. Солда сөз бе екен? Күз нағыз еңбектің уақыты. Қуанышты кез емес пе? Сен күздің әуенін естігің келе ме? Қандай әуен? Шынымен ештеңе естімей тұрсың ба? Жоқ, ештеңе де. Естіп тұрмын. Бұл күздің әуен емес. Біздің ауладағы дыбыстар ғой. Қане? Не естіп тұрсың? Сауысқан шықылықтап жүр. Иә, сауысқан шықылықтайды. Анау жақта торғайлар шырылдап тұр. Иә, торғайлар шырылдайды. Жеңіл көліктер кетіп бара жатыр.
солардың дауыстары естіледі. Сыпырғының дауысы естіледі. Анау ағай көшені сыпырып жүр екен. Дорбадан алма түсіп қалды. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады. Енді күзгі әуенді естідің бе? Иә, естіп тұрмын. Сен жаңа ауладағы әрекетті баяндағанда етістіктерді қолдандың. Иә, мен етістікті білем. Олар қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздер. Етістікке не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Иә, дұрыс айтасың. Дана, есіңде болсын. Шықылықтайды, кетті, сыпырады деген сияқты бір сөзден тұратын етістіктерді дара етістік, шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр деген сияқты екі немесе одан да көп сөзден құралған етістіктерді күрделі етістік деп атайды. Вики үріп жатыр. Күрделі етістік. Қайталайық. Дара және күрделі етістік. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістіктер бір сөзден тұрады, ал күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, түсіп қалды, түсті, домалап кетті, домалады, сыпырып жүр екен, сыпырады. 6-шы жаттығу. Күрделі етістіктерді теріп жаз. Неліктен күрделі етістік екенін ауызша дәлелдейік. Осы етістіктермен 4 сөйлем құрап жаз. Келесі қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Сөйлемдерді оқып, тек қана етістіктерді көшіріп жаз. Олардың дара немесе күрделі екенін сол етістіктердің үстіне жазып анықтайық. Үй жұмысына 5-ші жаттығуды аласыздар. 44-ші бетте жазбаша орындап келеміз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.